Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 23-24 оқу жылындағы 2023-24 ауыл олимпиадасы 10 сынып математика пәнінен 5-ші есепті шығарамыз. Себеттегі ойыншықтардың саны 2 таңбалы сан. Ойыншықтарды теңде 2, 3 және 5 балаға бөліп беруге болады. Бірақ 4 балаға теңдей бөлу мүмкін емес. Себетте неше ойыншық бар дейді. Ең ойыншық бар болсын. Ол 2-ге бөлінеді екен. Ол 3-ке де бөлінеді екен. 3-ке де бөлінеді екен. Және 5-ке бөлінеді екен. Демек, ол мына үшеуі өзара жай сандар 30-ға да бөлінеді. N 30-ға да бөлінеді екен. Бірақ тағы бір шарты бар. N 4-ке бөлінбеу керек. Және ол 2 таңбалы сан. 2 таңбалы 30-ға еселік сандар 30 бар, 60 бар, 90 бар, е. Бірақ мына 60 болмайды, өйткені 4-ке бөлінбеу керек деп айтылған. 64-ке бөлінеді, 15 болады. 30 пен 90 4-ке бөлінбейді. Сонда 30 немесе 90 деген жауап болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.